Мен веганмын және мен кедеймін. осылай баста салып жібереміз. Андай клуб анонимді қалды. Сәлем достар. Бүгін тең тіршілік подкастында қонақта Марси. Ол өз туралы айтып кетті жаңа. Бүгінгі эпизодта біздің талқылайтын нәрселеріміз вегандық туралы мифтер, вегандық және кедейлік, одан кейін вегандар жындылар деген пропаганданың бар екендігі көз жеткізсеңіздер болады. Осы эпизодты көріп, вегандар шынымен жындылар. Маған ұнады моя шутка про пиджак, поэтому мен оны на записи тоже айтып шығам, что мен бүгін на пиджакты киіп алдым, келдім, и я чувствую себя ток-шоудың ведущей ұқсап. Еще на прошлом такая тоже босси болып отырмын дейді. Біздер уже 4-ші эпизодты жазуға өте қуаныштымыз. Бізде бүгін қонағымыз бар, Марси. Танысуға қуаныштымыз. Өзің туралы өзің айтып кет. Барлықтарыңа сәлем. Мені осы подкастқа шақырғандарыңа қатты қуаныштымын. Рахмет сіздерге, сендерге. Менің атым Марси. Жасым 24-те. Веганмын. Мен вегандық туралы алғаш рет 2020 жылы Карина Аксукбаева деген танымал блогер болған. Қазір де танымал шығар. Соның сторисынан көрдім. Ол сүт индустриясының шындығы деген бір видеоны репост жасаған, бір веган жасаған. Орыс тілінде бір веган сондай видео жасаған, соны репост жасаған. Мен соны көріп шок болдым. Мен де репост жасағам, бірақ ары қарай вегандыққа бір қадамдар жасамағам. Бірақ сол шындықты біліп жүрдім. Яғни ол дұрыс емес, бірақ ары қарай вегандыққа барған жоқпын. Кейін 2022 жылы 30 сәуірде Астанада климат өзгеруіне қарсы бір митинг өтеді. Сол митингте жаңағы Мықты Вумен, Фэнсиназ, Нұрсұлу бар. Солар вегандық туралы видеолар салып бастайды. Мен сол компанияны толығымен қарап шықтым да. Вау, шынымен ет жеу дұрыс емес екен, ол қандай қатыгез, қандай планетамызға зиян, адамға да зиян. Бұны істеу дұрыс емес екен түсіндім да. Сөйтіп веган болам деп шештім. Сол митингтен кейін, короче. Бірақ сразу емес, бір арасына бір ай салып ойланып жүрдім. Не істеймін деп, шынымен сондай шешім қабылдаймын ба деп, сосын ақыры веган болдым, Веган болған кезде ең басында қандай қиындықтар болды? Қиындықтар болды ма вообще? Негізі маған еттен бас тарту аса қиын болмады. Себебі мен кедей болдым. Мен онсызда ет жемейтінмін. Сол үшін еттен бас тарту оңай. Ал сүт өнімдерінен, жұмыртқадан ол сәл қиынырақ болды. Өйткені енді қамыр көп жейсің ғой. Бір пирожкилер болсын, самса болсын, соның құрамында бәрі бір сүт бар, сыр бар, жұмыртқалар бар. Соның құрамын қарап, іздеп, қай жерден тамақ іздеймін деген нәрсені ойластыру сол қиын болды басында. Бірақ мен осы 4 жылда мынандай бір лайфхак ойлап таптым. Тугисте vegan options бар жерлерді мен жасыл мен метка қойып қоям да. Менде де сондай. Шын ба? Сөйтіп мен бір жаққа қыдыруға шықсам, көріп тұрам, мына жерде веган тамақ бар, осы жерден тамақ жесем болады деген сияқты. Сонда уақыт өте келе енді үйренісіп кете бересің. Сөйтіп сол қиыншылықтар енді уақыт өте келе кетеді. Ең біріншісі Земляне киносын көрген шығармын. Ол қай жылы болды? 2020-да, бірақ мен сол киноны көрдім де, ең қызық жері, мен сүтті ішпей қалдым, бірақ ет жей бердім. Сосын өлей маған почему-то сүт индустриясының жаңа нелері, кадрлары қатты тиді де, кәдімгідей қатты жыладым. Сосын сүт ішпей қалдым, бірақ сүтті не молокоға ауыстыру бір түрлі оңай сияқты болды. Соны істеп жүре бердім бір талайға дейін. Содан кейін мен ойымша Айгерімнің активизмін көріп, сосын соның бір аргументтерін естіп, что бір күні бастау керек деген сияқтыны естіп, где-то 2022 ма 2023 па сондай жағдай. Сол кездерде
уже фулly еттен де бас тартып бастаған сияқтымын, бірақ соған дейін 2 жыл просто сүт ішпей жүрдім. Мен солай өткен сияқтымын, иә. Мгм. Соғыс басталған кезде соғыс деген жаңа Ресейдің Украинаға басып кіруі, сол соғыс басталған кезде ол маған қатты әсер етті да. Мен кішкене андай не болғаным ау деймін, бір новости оқымайтын ба, бір өмірімдегі ең бірінші соғыс сияқты қылып көріп жатырмын да. Хотя бүкіл жерде соғыс болып жатыр ғой негізі. Иә, иә. Просто байқамайсың да оның барлығы. И мынау көріп тұрғаным ең бірінші соғыс сияқты болды да. Сосын андай қалай бір қатыгездіктің адамдар вообще 100 жылда өткен жоқ қой әлі екінші дүниежүзілік соғыс біткеніне ше. Қарайған ужас просто адам төзгісіз бір жағдайлар болды да. Сол адамзат болып ештеңе оқпағанымыз маған қатты әсер етті да. Сол просто жаңалықтарды оқып отырғаннан кейін. И қалай мен өзім соны қалай басымда қалай перерабатывать етем, осыны қалай қортам деп вообще не ұйықтай алмай сөйтіп қалдым да, жаман болып қалдым да. Сосын келген шешім не болды? Веган болу болды. Күнделікті сен жаңағы тамақ ішуің 3 рет тамақ қабылдайсың ғой, мысалы ше. Ну енді ол жақсы, жағдайың жақсы болса 3 рет қабылдайсың. Сол жерде шешім жасау. Мынандай бір қатыгездікке, өзің дәл столыңда, дастарханыңда тұрған қатыгездікке хотя бы содан отказаться етіп, осы әлемде болып жатқан қатыгездікпен бір андай қалай күрестім ба өзімше ше. Енді мен жалғыз адам не істей аламын деген сияқты ғой. Сосын андай бір бессилияға кетіп қалмас үшін, сондайға кетіп қалмас үшін өзіме сол шешім болды вегандыққа өту. Сосын әрине кімдерді көріп жүрдім мен? Фэнси Назды көріп жүрдім. Сол көмектесті. Маған жаман мемдер қатты өтетін, шынымен де өзім жаман тупой сезінетінім бар ғой андай көрген кезде ше. Қалай вообще ойланбаған мына туралы деп ойлап қаласың да, нені көрген кезде. Сөйтіп 2022-нің бір жазында ма, кажется, шештім ау деймін, сөйтіп веган боламын деп. И сразу веган болып кеттім. Мемдер негізі қатты көмектеседі. Соған айтқым келгені. Мемдер күшті көмектеседі. Бір қыз болды, Твиттерда болды, сосын Инстаграмда тоже ол болды, Қоңыршат деген. Иә. Сол да веган болған сияқты. И сол көп мемдар салатын. Типа климат активистер, типа басқа бірдеңені айтқанда, пластикті айтқанда, типа стик деп айтады, ет жемеуді айтқанда, типа жоқ болып кетеді деген сияқты. Сондай мемдер негізі. Вот сондай. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз вегандық жайлы мифтер болған. Сол туралы 3 веган отыр, енді ашып айтамыз деп ойлаймын. Ең бірінші миф, давайте. Кеттік. Ең бірінші миф меніңше ол сендер ақуызды, протеинді қайдан аласыңдар деген миф. Ол яғни өсімдіктерден оны ала алмайсың, тек жануардан ғана аласың деген миф. Мен жақында кәдімгі бар ғой, бір ер адаммен сөйлесіп отырған кезде осы вегандық жайлы мынандай естідім. Типа сен сонда адамдарға жаңағы вот жануардың денесінен алатын қалай? Міндетті заттар бар ғой. Жаңа ақуыз сияқты сондай заттар. Веган болсаң ала алмай қаласың. Это приведет типа к массовому убийству человечества. Сен сюда қалай массовое убийство животных или массовое убийство людей дейді да. Прям сондай дихотомияға жеткізді. Прикиньте. Мен вообще ана кісі дейтін оққан адам негізі ше. Иә, сондай миф бар, бірақ талай зерттеулердің нәтижесі бойынша біз бүкіл қажетті элементтерді өсімдіктерден ала аламыз. Жоқ, сол жануарлар ақуызды қаяқтан алады, сол тоже өсімдіктен ғой вообще-то. Соны тікелей өсімдіктен неге алмасқа? Негізі мына жерге бір статистикама бірдеңені қойып жіберу керек, бірақ дейтін ғылыммен дәлелденген нәрсе, ол дейтін
бүкіл адамға керек ақуызды жануар текті тамақтан емес, басқа өсімдік текті тамақтан алуға болатыны бұрыннан дәлелденген, бірақ ол дейтін қалай популярный емес та. Себебі дейтін білмеймін енді, қаражат жетпей ма, мысалы мынау ет индустриясының пропагандасы қаттырақ жұмыс жасай ма, бірақ естілмей қалады ол дейтін. Жетпей жатады да просто адамдарға. Хотя ондай зерттеулер уже бар. Менің қосатыным, осы серияны жазудың басында біздер андай на вайбе чисто өздеріміз деген концепция жоқ біздің подкастта, замандас сияқты. Поэтому біздер дым зерттемей келмейміз. Біздер зерттеу жасап келдік. Және менің тапқан заттарым ол Гарвард Medical School деп ойлаймын. Медициналық, Гарвардтың школасы, солардың статьяларын қарап шықтық. Соларда айтқан, жаңағыдай толықтай plant-based дейді ғой, тек қана жаңағы өсімдіктерді жесең, денің сау, жақсы диета болуға болады деген нәтижеге келді. Ол біріншіден. Екіншіден, толығымен протеиннің бәрі ешқандай жануарсыз толықтай өсімдіктен алуға болады. Және де, дұрыс, жануардың өздері протеиннің бәрін өсімдіктерден алып жатыр. Толығымен оған келсем, және тағы бірдеңе айтқым келді. Мен келсем, что это тоже пропаганда, что жануардың жаңа өлік денесінің ішінде какой-то витамин бар деген, онда ештеңе жоқ. Оның бәрі өсімдіктің ішінде бар. Және оның үстіне қазіргі соңғы шығып жатырған зерттеулерден біздер көріп жатырмыз, что на самом деле көптеген аурудың бәрі наоборот жануарларды жегеннен шығады, нежели жаңа өсімдіктерді жегеннен. Сосын мен ойлаймын да, адамдар көптеген өмір сүріп жүрген адамдардың примерларын көрмейді. Және де мен келсем, что это пропаганда, потому что мен кішкентай кезімде мен көрдім ток-шоуды, вегандар туралы реалити шоу емес, андай қалай айтады, андай бір болады ғой, типа беременна в 16 сияқты шоулар, что вот бір фриктарды әкеледі, киноға түсіреді, киноға емес, жаңа эпизодқа түсіреді, что осылар вообще типа жынды, прям қуып кеткен адамдар. Сондай эпизодтардың біреуінде мен есімде вегандарды алып келген, вегандардың семьясына келген. Менің өзімнің жасым где-то 12-лерде ме сондайда. Ана веганның семьясына келеді, и айтады, бұлардың балдары жастары 7-де дей ма, бірдеңе дейді. Олар балдарына кішкентай кезінен веган тамақ беріп өсірген, сол себептен бұл бала өспей жатыр дейді. Вообще өспей қалған. Мен тура сол шоуды көрген сияқтымын кішкентай кезінде. Бір сондай болды. Еще былай айтқан, бұлар андай сыроедтер деп, сол емес па? Типа сондай, Бірақ олар сыр жемейді деген сияқты вообще прикол айтқан. Сыроедение деген түсіндіріп кету керек шығар, мүмкін. Не екенін. Тамақ пісірмей жейтіндер. Тамақты қалай бірдеңе градустар бар ғой, өзінің 45 градустан асырып андай отқа, оттың обработкасынсыз, отта пісірмей жейді. Шикі тамақ жеу ғой. Негізі адамдар сол жаққа апарады. Веган деген сөзді андай экстремально қылып көрсетуге тырысатын сияқты кейбір адамдар, типа сразу сыроедтерді қосып жібереді. Сосын мен бір әңгімеде айтып отырған кезде, мен веганмын деген кезде олар айтады, сен деген андай адамдарға жатасың ба деп сұрайды. На полном серьезе еще ол адам целый үлкен корпорацияның, целый бір регионның бастығы, то есть бір карьерасы прямо күшті адам, ақылы бар деген сияқты, ресерчтің өзі бастығы, өзі типа жасы 50-лерде, и сол адам менен сұрайды, сен веган болсаң, значит сен деген помидорды бүйтіп жұлып алып жей алмайсың да, типа сондай адамдар бар, оказывается, который помидор өсіп, өзі түсіп қалса жерге, соны жейді. Бірақ жұлып жеу, ол өлтіру, типа өсімдікті өлтіру. И солай өлтіріп жемейді деген. Сен сондайларға жатасың ба дейді да? И мен айтамын, типа, жоқ. Қай жерде помидор өсіп тұрады? Көз алдыңызда. I mean, like,
бір қуып кеткен сондайларға жатқызу үшін сондайлар бар. Бірақ біз темадан кетіп қалдық. Соны ойлағанда, например, біздер екеуміз бір затты көріп отырмыз, значит, таралған сондай мифтарды әдейі тарататын сияқты, пропаганданы солай әдейі тарататын сияқты. А содан кейін мен өстім де, мен көрдім, Хоакин Феникс 7 жасында веган болып кеткен. Керемет болып өсті. Еще бір киноға керек болса, мышцаларын бүйтіп өсіріп алады да, керім болып жүреді. Басқа кино керек бола ма, наоборот, весті түсіріп тастайды. Керемет активист, жасы 50-ге келді тоже. Жақсы өмір сүріп жатыр. Керемет өмір сүріп жатыр. И сондай примерлар вообще көп. Билли Айлиштің өзі тоже музыканың генийі. Өмір бойы веган болып өмір сүріп жатыр. Өлген де жоқ, ештеңе істеп кеткен де жоқ. Сондай адамдарға қарасаң да түсінікті, что можно прожить. Протеинді да алып жатыр, бірдеңе қылып. Хоакин Феникстің өзі де качается же. Бір жерден протеинді алып жатыр ғой, веган болса да. Сол сияқты примерлардың өздері көп деп ойлаймын. Және, мне кажется, протеинға қосымша железоны көп айтады. Темірді тек қана печеньнан алуға болады. Гемовое железо, не гемовое железо деген жұрттар андай кәдімгі ненің эксперттар болып кетеді. Нутрициолог болып кетеді барлығы. Веганға келген кезде. А так былай өмірде как будто ет жеп жүрген кезде барлығы сбалансированный тамақ жейтін адам құсап, күнде бір андай жаңағы бір қызыл етті бүйтіп андай грамдап есептеп, сосын қасына жаңағы несін қосып, булгур, клетчаткасын, жирын қосып, как будто сөйтіп тамақ жейтін адам құсап. Именно вегандыққа келген кезде сендер жаңағы қаралып тұрасыңдар ма больницада? Сен күнделікті қараласың ба мысалы? Бізде дәл сондаймыз ғой. Кім түсінбеймін вообще просто. Мен дейтін негізі осы жалпы вегандық туралы айтқан кезде ше, категорически қарсымын да, медицинский жағынан сөйлеуге. Қалай обычный адамдар ет жеп жүрген кезде, мен мысалы больницаға бара бермейтінмін, егер если ничего не беспокоит, да. А веган болған кезде сенен күтеді да сондай бір барып обязательно қан тапсырып тұру керексің, ананы қарап тұру керексің, нутрициолог болып кету керексің, бүкіл научный жаңа факттарды мына жерінде ұстап тұру керексің. Если біреу бірдеңе деп жатса, бүйтіп қағаздарыңды шығарып, сөйтіп көрсететіндей. Жоқ, тұрмын ғой алдарыңда, нормально сөйлеп отырмын, жұмыс жасап отырмын деген сияқты. Жүрмін далада, құлап қалып жатқан жоқпын, мына жерде талып жатқан жоқпыз. Негізі біздер өздерімізде соның несіміз ғой. Можно сказать, біздер тап сондай адамбыз. 3-4 жылдан бері веган болып, енді өлетін болсақ өліп шығармыз баяғы. Короче, білмеймін. Мен келсем, біздер даже вегандардың бар болғаны неше миллион адам, Индияда неше миллион адам веган. Миллионға жетеді ғой вегандардың бар екені. Мүмкін емес зат сияқты қылып көрсету, просто андай сияқты. Сол жаңағы бізді бір вегандарды жындылардың арасына апарып қою и өздерінің істеп жатқан істерін ақтау просто. В общем, мен денсаулықтың темасын мынаумен до конца талқылап шыққым келеді. Сұрағым келгені, қалай ойлайсыңдар, тағы қандай именно денсаулыққа байланысты вегандық пен денсаулық туралы мифтар бар, қандай тағы ойлар бар, пікірлер бар естіген? Андай вегандарға қосымша қабылдау керек жалғыз бір саплемент бар, ол B12 витамині. Бірақ ол ет жейтіндерге де керек, өйткені оны андай өсімдіктерден ала алмайсың да. Ол андай бір топырақтағы бірдеңе, сондай бір бактерия ма, сондай бірдеңе. Оны жануарларға, ет жасайтын жануарларға арнай береді. То есть оны былай жануарлардан жегенше, оны тікелей сол витаминді қабылдауға болады. Сол жалғыз нәрсені ғана дәрімен қабылдайсың, қалған нәрселердің барлығы өсімдіктерден аласың, яғни бұршақтар, жаңғақтар, тофу болсын деген сияқты. Сосын меніңше андай екінші миф, уже. Сосын үшіншісі, еттің андай зиян жақтарын адамдар көп білмейтін сияқты. Себебі, например, андай қалай, әлемдік типа денсаулық министрлігі ма, даже солар
олар енді қалай бір либеральный не ғой, организация, ВОЗ деп айтады ғой. Иә. Солар мысалы колбаса мен сосисканың қалай рак ауруын канцероген. иә тудыратыны туралы точно уже заявление жасап қойды давно. Қызыл етпен сондай өндірілген ет, переработанный. Иә, переработанный ет. Сондай заявление жасады. Сосын антибиотик проблемасы. Сендер, мен мысалы антибиотик вообще қалай күтті кезімде бір қатты ауырған кезде қабылдаған шығар. Қазір андай проблема ғой, медицина. Иә, резистентность. Медицина әлемінде ең үлкен проблема болып тұр. Себебі дейтін, сен даже өзіңді антибиотик былай прямо қабылдамасаң да, ол сендерге жаңағы еттен келеді. Себебі жануарлардың барлығын бір жерде құттай клеткаларда еще ауру таралмайтындай қылып ұстау үшін оларға білмеймін бір статистика бар тоже. Келтірген сияқтысың. Статистиканы айтып кетсең. Мынаның бәрі туралы айтып шығайын. Бұратала, жаңағыдай екінші группа риск канцер, екінші группа рактың рискына қызыл ет кіреді, және жаңағыдай өндірілген сондай колбаса, сосиска солар кіреді. Ол ВОЗ-дың стейтменті. Және де Гарвардта өткізілген зерттеулерді қарасақ, онда risk of developing диабетті рискін түсіретін, ол наоборот өсімдіктерді жегенде еді 20%-ға түседі. Екіншісі ол жаңағыдай рак, 35%-ға простатит рак, простейт канцер дейді. Солда тоже 35% төмен болады, тек қана өсімдіктер жейтін адамдарда. Сонымен соны жалпы рактың статистиканы қоссақ, қызыл ет қалай ракқа әсер ететінін қоссақ, барлық рактың түрлеріне де ет жеу қатты үлкен әсер ететінін көріп отырмыз. Диабетке әсер ететінін көріп отырмыз. Және антибиотики көптеген елдерде регуляция жоқ. Адамдар фермаларды ұстайды, жануарларды ұстайды, өздері қанша бергілер келеді, сонша береді. Сол жағынан да үлкен зиян бар. Себебі біздер медицинада адамдарға берілген антибиотиктардың қалай болса да әйтеуір біздерде дозасын білеміз, тек қана ауыратын адамдарға береміз. Мен тапқан Food and бірдеңе organization деген бар, ООН-ның тоже организациясы. Солар статистиканы санаған кезде олар айтады, что тек қана 2010-да 63 мың тонна антибиотик берілген дейді әлем бойынша. Бірақ көптеген 42 елде ешқандай статистика жүргізілмеген, және де сондай статистиканы жүргізу өте қиын. Мал шаруашылықтары өздері қанша антибиотик бергісі келеді, сонша бере береді, және де олар антибиотикті бергенде біздер адамдарға, например, ауырған кезде ғана береміз. Және ол да үлкен проблема, себебі біздер қазіргі күнде Қазақстанда менің ойымша врачтардың тым көп антибиотик береді адамдардың өзіне. Көптеген ауруларды біздер антибиотиксіз да емделе аламыз. Бірақ жануарларға келген кезде оларға жай тек бере беретін нелер де бар. Соның ішінде ең көп антибиотиктің пайдалану өсетін жерлер ол pig and poultry дейді. Pig свинья, қалай қазақша? Шошқаларға береді, және құстарға береді. Курица соларға көп береді. Ең көп беретін нелер солар, себебі мен ойымша ең көбі соның ішінде құстар, себебі құстарды өте көп ұстайды. Бір бөлек құсқа қарау өте қиын. Сол себептен олардың бәріне бір тамақпен беріп тұрады. Және менің ойымша осыған қосатын адамдар ойлайды, жақсы қызыл ет жаман келіседі. Жақсы ақ ет, құс жақсы жаман деп келісетін бар, келіспейтіндері бірақ көп та. Соның ішінде жұмыртқа жеу жақсы деп ойлайтындары бар, бірақ жұмыртқаның ішінде холестерин өте көп. Ол да ракқа апарады. Бірақ балықты денсаулыққа күшті деп ойлайтын адамдар көп. Балық туралы не айтасыңдар? Көзге көмектеседі деп айтады еді бұрын. Балық жесең. Балықтың майы, омега бірдеңе сондай нәрсе пропагандировать етілетін сияқты.
балық ол судағы бүкіл токсиндерді, бүкіл лас андай выброс отходтардың барлығын өзіне сіңіріп алып, соны қалай жейміз дейді, соны пайдалы дей ма. Бірақ оған қоса балықта әртүрлі паразиттер, құрттар бар. Оны тазаласа да олар бәрібір қалып қалады. Ол кейін адамдарға әртүрлі ауру туғызады. Білмеймін, мен балықты мифтері көп, пайдалы деп, бірақ ол жаңа айтып кеткендей денсаулыққа керісінше зиянын тигізеді. Сендер ана балық жеп отравление болған әйел туралы естімедіңдер ма? Жоқ. Ақтөбенің әйелі жазда жүріп қатты балық жегісі келіп кетеді. Ол еще көп балалы ана, 6 баланың ба анасы. Содан Естімедіңдер ма? жоқ. Ол вообще үлкен история болды. Оның прямо целый подкастқа шақырған, ол соншама таралған. Ол базарға барады. Базарда көп қой сататын балықтарды. Еще жаз, еще Ақтөбеде күннің өзінде ана балықтарды көреді. Андай қуырылған балық емес, коптить етілген балықтар болады ғой. Сондайды қатты жегісі келеді, барады жейді. Бірақ қызық болды, что ол күйеуіне де бермейді, балдарына да бермейді, ешкімге бермей өзі жейді. Содан кейін отравление болғаны соншама, почкалар отказ бере ма, сондай бірдеңе болады. Содан кейін мен, бәрі есімде жоқ, бірақ уже Қазақстандағы Ақтөбедегі врачтар оған көмектесе алмайды. Оның деген почкасы отказ бергені сонша, ана дене мүшелері жұмыс жасамай бастайды. Оны срочно Турцияға алып кетеді емдеуге. Бірақ Турцияға барғанша олар өте көп уақыт жоғалтып алады Қазақстаннан. Где-то 2 апта ма, 3 апта ма сондай уақыт жоғалтып алады. Жай ғана отравление. Турцияға барады. Турцияға барған кезде оның уже дене мүшелері шіріп кеткен екен. Соның кесірінен қолдарын, аяқтарын бәрін кесіп тастайды. Бірақ жалпы өзін аман сақтап қалады. Мен аман деп өзін сақтап қалады, тірі қалады. Білмеймін, андай веган емес кезде де балық вообще ұнамайтын, бір андай сасық көп. Қалай жейтінін түсінбейтін едім. Еще қазір бір андай не бар сияқты, әйелдер арасында ма кеше тредсте көрген сияқтымын, типа месячный келген кезде сендер нені құрбандыққа не шаласыңдар дейді. Ойбай. Сондай нәрсе бар сияқты, типа месячный кезде Еркектері даже құрбандыққа шалайды. Әр месячный кезінде. Сөйтіп сондай бір қатты бір жеген келген нәрсені сөйтіп атап тұрды, и ол жерде андай тамақтардың фотосын салып қойған ғой. Естественно, там типа селедка, блин. Сол селедканы жайына қалдырыңдаршы, пожалуйста. И бір сондай как будто қазір бір пропаганда жүріп отқан сияқты да, бір әйелдер арасында андай кім қалай білмеймін енді, пикмелеу ма бір сондай сияқты да, типа қалай вайптармен ұқсау үшін ба, бір сондай селедка жейтін әйелмін деген сияқты ше. И қасына жаңағы там алкоголь какой-то 40 градусный. Саған сол ұқсамай ма? Неге? Пропагандаға. Мен просто кеше жүрмін деп, Алматының көшесін қарап бүйтіп жүремін де, и қарайсың да, андай bro, chill and game деген бірдеңелерді. И ет жеу жаңағы еркектермен біз бұрын айттық оны. Бірақ әйелдерге бургер жеу, селедка жеу, маскулинностьқа ұқсау, еркекке қатты ұқсау. Сосын сол жақтан cool, андай крутой болып көріну. Сондайға бір бұрылыс сияқты да, потому что бұрын ондайды көп байқай бермейтінмін да, негізі. Мүмкін мен өзім байқамағанша. Бірақ қазір вот прям селедкамен, типа біз әйелдер неге жаңағы жей алмайды. Мне давайте жаңағы, мне самый большой типа Big Mac деген сияқты бір сондай бір трендтер көп сияқты да қазір. Біз де жей аламыз деген. Сол жаңа айтып кеткен нәрсе, феминизмнің берген ең үлкен еркіндігі сонда тамақ таңдауда болып тұр ма? Сендер кішкене рефлексия жасаңдаршы. Неге сендер сондай тамаққа именно прям барғыларың келеді, неге ұқсағыларың келіп тұр? Ол жерде просто тамақ емес, бір образ болып тұр ғой сонда. Сонда бір маркетинг. Бір образ сататын сияқты, типа жаңа крутойлық, бір үстемдік
ұлттың ба биліктің ба бір кішкене образы сатылатын сияқты или дайын бір бір identity, иә. иә еркіндіктің типа или Мгм. сол біздер айтып өткен ғой, ол феминизм деген а, патриархат капитализмға қарсы шығу емес, оны алып тастау емес, тек еркектің орнын алып алу сол системаның ішінде. Менің ойымша соған келеді. Бірақ мен балықтың статистикасын тоже айтып айтам. өтейін. Мгм. Біріншіден біздер жаңа айттық қой, антибиотиктар. Мгм. Адамдар ойлайды, что біріншіден балықты теңізден аулап, сол сенің семгаң теңізден келген семга деп ойлайтын сияқты көп адамы. Бірақ оның Океаннан. көбі 57%, примерно 50-50-ден көп пайызы қазір балық фермаларында шығарылған. Бірақ балық фермалар олар өздерінен өздері үлкен экологиялық катастрофаға келеді. Себебі оның ішіндегі балықтар өте аз судың ішінде өте көп болып жүзіп жүреді. Және де жаңағыдай біздер айтып өткендей, балықтар көп паразиттары бар, аурулары бар. Қатты ауырады олар. Мгм. Себебі олар деген жүзген кезде бір-біріне түйісе береді. Түйіскен сайын олар бір-біріне зардап әкеледі, бір-біріне тиеді, қанайды. Соның ішінде, конечно, ол деген уже открытая рана. Мгм. Соның бәрі қайттан шіріп бастайды. Олар соның ішінде тірі жүргенде тірілей шіріп жүреді. Тірілей шіріп жүрген балықтарды біздер не істейміз? Антибиотик береміз. Сол судың ішіне антибиотикті толтырып күнде тамақпен бірге бере береміз. Олар напичканный антибиотикпен солай өскен балықтар. Және ол фермалар тек қана соның ішіндегі антибиотиктің проблемасына әкелмейді. Ол фермалар теңіздің жанында салынған болады, көбінесе просто жабық жер, бірақ теңіздің жартысын алынған. Сондай жабық жер болғасын, ол антибиотикта, боқта, ласта бәрі теңізге де тарай береді. Сол себептен біздер теңізді де ластаймыз оның жаңағы отходтармен. Сондай проблема бар. Және ол тек қана теңізге де өтпейді, ол жерге де сіңеді. Жердің бәрінде сіңдіріп ластайтын индустрия. Сол себептен біздер қазір Атырауда да бар. Осетровый ферманы ашқандар бар, осетрларды өсіреміз, уже Каспийдан ауламаймыз, типа жақсы ол Каспийдан, біз осетр ауламайтын. Біздер өздеріміз өсіргеніміз жақсы деген сөз шығып жатыр. Оның жақсы ештеңесі жоқ. Сол. Екіншіден, әлі де 50% ашық теңізден ауланып отырған, жаңағы теңіз, речка бәрінен ауланып отырған балықтар, олар да үлкен катастрофаға әкеледі. Себебі біздер жаңағыдай басқа акулаларды, басқа балықтарды бәрін бірге алып шығып жатырмыз. Және де ол да теңіздің ішіндегі экосистеманы бұзуға әкеледі. Сол себептен ол, конечно, ол денсаулықтың заты емес, ол көбінесе жаңағы экологияның заты, бірақ балықтың индустриясының жақсы ештеңесі жоқ деген нені сол жағымен бітіргім келіп тұр. Вегандар ақуызды алатын жері бар. Өсімдік текті тамақтан ақуыздарға тойуға болады. Жаңа протеинге тойуға болады. Бәрінің дені сау, тым жақсы өмір сүруге болады. Екіншісіне ет мал шаруашылығының, балық шаруашылығының зияндығы адамға. Сен ондай тамақтанған кезде қарайған ауруларға әкелуі мүмкін, бірақ ол сендерге жаңағы дұрыс жеткізілмейді. Еттің пайдасы туралы пропагандаға тойып, өздерінің денсаулықтарыңды өздерің құртып жүрсіңдер. Еще ол әлемдік деңгейде экологияға қатты әсер ететінін сосын да келтіріп айтармыз мал шаруашылығын. Сосын тағы не айтылды? Осы ғой. Зиян, қызыл ет зиян, еттің вообще зияндығы және өсімдіктекті тамақтың пайдалылығы туралы айттық. Все. Үшіншісі, енді ол веган болу қымбат деген миф. Меніңше, енді қалай айтсам болады? Мен кедеймін. Мен кедей және веганмын. Мы существуем десең. Егер кафелерде барып жесең, әрине қымбат болады. Бай болсаң, барып күнде кафелерде таңғы ас, түскі ас, кешкі асыңды веган болып жей бересің. Ол әрине қымбат болады. Ал егер сен
сол күнделікті тамағыңды өзің үйде пісірсең, ол әлдеқайда арзанырақ, себебі Қазақстандағы еттің бағасын көріңдер, және тура солай бір ноқаттың бағасын көріңдер. Веган еместерді күнде кафеден тамақталса бәріне қымбат қой ол дейтін. Ультра байлар ғана бір сырттан даладан тамақ жеуді өзіне позволить ете алатын сияқты. Жалпы негізі андай осы миф вообще нервмат еді менің. Авокадомен мен прям немді шығарған. Типа вегандар авокадо жейді. Авокадо деген қымбат, көрдіңдер ма? Бір штугы қанша тұрады? Типа 1600 теңге. Авокадо жедің? Мен кеше авокадо жеген жоқпын. Бүгін де жеген жоқпын. Кеше де, оның алдыңғы күні де жеген жоқпын. Вегандардың тамағы тек авокадодан тұрмайды ғой. Сендер дейтін, мысалы, тамақ жоқ кезде, бұрын құттай кезінде, сен мысалы басында айтып өттің ғой, мен итак ет жемейтінмін, сол үшін маған еттен қалай бас тарту оңайырақ болды депті. Неге сен ет жемейтін едің? Себебі сен кедейсің. Жошың ғой енді ол дейтін, ол тұрмыстық жат. Қазір Қазақстандағы адамдар дейтін тамақтану үшін обычный жейтін тамағы ол вегандардың рационы сияқты, типа макарон, гречка, күріш, все, осындай заттарды, и картошка. Осы заттар вегандардың рационы ше, нормальный рационы. Сен ақша жоқ кезде жаңағы ет алуға жағдайы жетпейтін адамдар и так солай тамақтанады. Ол дейтін Қазақстанның көп бөлігі веган деп атай аламыз ба сонда? Осындай сұрақты өт десең. Жоқ, шын. Тамақ дейтін именно сүт өнімі мен ет өнімі ең қымбат. Қазақстанның жаңағы базовый корзинасы деп айтады ғой. Сояқта ең қымбат нәрсе ет, сүт өнімдері, ол жаңағы сыр, сүттің өзі 1 литрі дейтін 1000 теңге болып тұр ғой почти. Май, сары май, жұмыртқаның бағасы ужас. Обычный сүттің өзі 1 литр сүт дейтін 800 теңге деген не ол вообще? Одан да жаңағы сүтті бір шетелден алып жүрген сияқты. Овсяный молокоң андай неде фикс прайстарда 900 теңге тұрады оның қасында. Мысалы ше. Хотя альтернативный молокон сүтті бұрын қымбат деп санайтын еді. Қазір бағасы екеуі бірдей болып тұр уже. Сол шешімі веган болуды веган болыңдар, осознанный түрде веган болсаңдар, қалталарың прям дейтін не тесіп шықпайды. Жақсарып қаласыңдар негізі. Мен осыған тағы бір сұрақ қосайын. Просто айтатын, осыған жауап беретін пікірді мен бір рет естідім. Тупой сұрақ деп ойлаймын, бірақ мен сұраймын сендерден. Маған айтқандар осылай. Дайын веган тамақ, дайын веган емес тамақтан қымбат. Кейбір адамдарда өзіне өзі тамақ пісіретін привилегия, уақыт жоқ. Сондай адамдар сонда не істеу керек? Уақыт жоқ дегенде, мен білмеймін бар ғой енді. Уақыт жоқтықты привилегия санау жоқ, ол сұраққа не істейміз, қайтып келерміз. Бірақ просто сырттан тамақтану мына жерде привилегия болып тұрған сияқты меніңше ше. Уақыт жоқ емес, адамдар уақыт бар жоқтығына қарамай, ақшасы болмағандықтан и так күнде ол жерде выбор тұрған жоқ та, приходится просто өзіңе тамақ пісіру ше. Потому что тамақтанатын жер жоқ. Ал веган тамақ, жаңағы дайын веган тамақ, еті бар тамаққа қарағанда қымбатырақ деген, білмеймін енді, қараңдар өздерің. Негізі бағасы бірдей сияқты. Мен көп көретін жерде. Мысалы, мен Алматының қақ ортасында немен тамақтанам десеңіздер, жаңағы Uno dos tacos деген бар ғой. Білесіңдер ма? Соның еті бар позициялары қымбатырақ веганға қарағанда. Ең арзан болып тұрғаны веган тофумен. Ең арзан болып тұрғаны. Мен бағана хот-дог жедім, соның веганские.
$1600 тұрады. Аха, қаяқтан жүрдің? Ал несі говяжье $1700 разница десең. Қайдан алдың? Байт the beat деген фастфуд трак бар. Қай жерде ол? Арбат жақта. Карталарымызда кішкене келістіріп қарадым бір-бірімізге. Енді қымбат деуге, енді блин, андай студенттер болады ғой. Олардың тамағы пирожкимен кола, тамақ жасамайды, сэндвич дейтіндер, лапша жей салатындар. Мүмкін соларға веган болу бір ыңғайсыз болатын шығар, бірақ егер оның амалын тауып, талпынып көрсең, онда шешуге болады. бүкіл есіктері ашық болады ғой. Иә, меніңше андай семьямен қалай бір отбасы болып тұрасың ғой, бір жалғыз емес, мысалы балаларың бар, үйде үлкен бірнеше адам болып сөйтіп вегандыққа өтсе, ол дейтін қаржылай жағынан сөйтіп қарайтын болсаң да өте андай не сияқты, қалай экономны вегандыққа егер семьяң болып өтіп кетсең. Ал жалғыз болып өтсең, әрине ол қиын, типа қайттан басынан бастап, мысалы өзіңе типа ыдыс бөліп қою керексің, ет пісірілмеу керек қой, енді білмеймін енді. Ыдысың бөлек болады, содан кейін алатын тамақтарың сол жаңағы ет жейтіндердің де тамағымен бірдей ғой, почти. Сен дейтін соның просто гарнирін типа дайындайсың да, и ол кезде білінбей қалады да. А егер полностью мысалы семьяң болып, отбасың болып, бірнеше адамнан, балаларынан тұрып егер өтсең, ол қаржылай жағынан экономнее, мне кажется. Просто бүйтіп шашыранды болып, жаңа отбасыда бір адам болып, сөйтіп тамақтанатын болсаң, ол әрине ол жаңа көзге көрінуі мүмкін, типа мынау бөлек тамақ ішеді, осының тамағы бөлек болғандықтан бөлек ақша құртылады деген сияқты ой туындауы мүмкін да. Негізінен веган болу тиімдірек сияқты қаржылай жағынан. Менің қосатыным осы темаға, что жаңағы жақсы айтқан сияқты Марси, ыңғайсыз деген. Осындай мнение, что дайын тамақты маған бүйтіп әкеліп беру керек, күнде менің алдымда дайын веган тамақ еще арзан болу керек деген. Тап осындай идеальный жағдай маған жасамасаң мен веган бола алмаймын деген тоже капиталистік көзқарас, потому что бәрі маған мен үшін прям ыңғайлы, вот прям көз алдымда қолымның астында еще дәмді, еще тез, еще тәтті, еще арзан, еще маған әкеліп беріңдер, еще менің үйімнің астында болу керек деген. Ол просто потребительский көзқарас. Қандай шешім қабылдасақ та, кішкене ыңғайсыздыққа да біздер үйренуіміз керек деген сияқты жаққа бұрғым келеді. Менің ойымша өзіңе өзің тамақ пісірмеу дегенде тоже потребительдік көзқарас. Жағдай қиындау, жалпы орташа семьяның бәрі, соның ішінде Қазақстанда бәрі өздеріне өздері тамақ пісіреді, себебі ешкім жаңағыдай, я сен айтқандай, ешкім ресторанға барып тамақ ішіп жүрген жоқ күнде. Иә. Осы тема жабылған сияқты. Келесі тема менің көтеретінім вегандық жануарларға зияндыға келеді, өсімдіктерге жер керек, өсімдіктерді өсіреді, жаңағы сояны вегандар үшін ғана соя өсіріледі екен, авокадомен бірге. Сол вегандардың кесірінен жаңағы біздер ормандарды қырып жатырмыз. Иә, ормандарды қырып жатырмыз, жануарларды қырып жатырмыз деген туралы не айтасыңдар? Еще жаңа өсімдікті де сендер өлтіресіңдер ғой деген. Иә. Давай, Марси. Еще ол жерді жыртып атқан кезде қарайған жануарларды өлтіріп кетеді екенбіз еще. Иә. Ой алла. Жоқ, олай емес, блин, неге олай ойлайсыңдар десең. Зачем? Неге сендер сөйтесің? Неге сен айтасың? Мал шаруашылығы, біз солар малдарды өсіру үшін, оларды тамақ беру үшін, сол қарайған жерді, мысалы соя егеміз да, соның бір 90-80% сол малдарды, 80% сол малдарды тамақтандыру үшін кетеді. Ал біз егер сол жерді малдарға емес, өзіміз тікелей соны жесек, біз әлемдегі бүкіл ашаршылықтан құтқарылатын едік
керісінше біз мал шаруашылығы өте көп жерді ресурстарды құртып жатыр, иә. Мына жерге бір факты қосып жіберейін. Әлемде 7 миллиард адам бар. 7 миллиард адам. Жоқ, 8 миллиард адам. 8 миллиард адам бар. Иә, уже 8 миллиард. Иә, 8 миллиард адам. Сол 8 миллиард адамға 80 миллиард мал өсіріп жатырық біздер. Сол статистикамен да 10 есе көп мал өсіріп жатырмыз. Бір адамға 10 мал басын күнделікті біздер өсіріп өлтіреміз. Сол себептен әрине олар өсімдіктердің 90%-ы сояның статистикасын мына жерге қосып кетейін. 20% ғана, кажется, адамдар. Иә, әлемде өсірілетін соя, біздің жейтін тофуларымыз тек қана әлемде өсірілетін сояның 10% тек қана біздің тофуымызға кетеді. Қалғандардың бәрі как раз таки ет жейтін малдарды өсіру үшін, малдарды тамақтандыру үшін кетеді. Я мені вообще на логика жыныма тиеді, типа сендер бүкіл өсімдіктерді, ормандарды, жаңа өсімдік алқаптарын құртып жатсыңдар деген. Сонда бастарына келмейді, жаңа 80 миллиард жануарды өсіру үшін қарайған оған тамақ беретіні, су беретіні, вообще бастарына кіріп шықпайтын сияқты да, как будто сиырлар аспаннан салбырап түсетін сияқты да. Еще сразу сиыр болып емес, сразу жаңағы магазинде пакетке салынған ет болып салбырап түсетін сияқты. Оған бір ешқандай ресурс кетпейтін сияқты. Как будто сиырлар жаңа өздері жүріп, біз енді Қазақстанда типа сөйтіп ойлайды ғой, мусордың қасында жүріп, өздері жаңа тамақтанады, өздері шөптерін өздері жей салады деген сияқты қылып ойлайды. Жоқ, оған да арнайы вообще-то тамақ өсіріледі. Жануарлар сояқтан еще и белок алады. Жаңа протеинді сол өсімдіктен алады. А өсімдікті өсіру үшін оларға қарайған жер керек, малды ұстау үшін қарайған жер керек. Бүкіл әлемнің жаңағы осы жер типа ананың, планетаның бүкіл ресурстарын қолданып отқан, сонда веган еместердің прихоти да қарайған ыңғайсыздық тудырады. Еще су кетеді оған, су просто бір жаңағы бір вегандар уже есептеп қойған ғой, 1 килограмм етті шығару үшін қарайған 15 мың литр су керек. Сондай қарайған литр су кетеді. Өсімдік өсіру үшін да өйтіп кетпейтін шығар. Бір авокадоны, даже авокадомен бүйтіп салыстырған кезде авокадоға өте аз су кетеді, чем етке қарағанда авокадоға аз кетеді. 0,5 килограмм сиырдың өлген еті үшін 10 мың литр су кетеді деп жазылып тұр. Ужас. Не айтасыңдар? Еще адамдар айтады ғой, андай AI-ға қанша су кетеді деп. Сендер бірінші еттің суын есептеп алыңдаршы. Сөйтіп. Ананда мынанда азайтуға болады. Типа, мен жақсы көрмеймін екі теманы бүйтіп бір-біріне қарсы келтіретін адамдарға. Екеуі де... Сен қазір жақсы көріп тұрған жоқпын. Жоқ, мен AI-ды ақтап жатқан жоқпын, мен AI-ді қолданбаймын. Просто кейбір адамдар солай бүйтіп бір-біріне қарсы шығарады да. Бірақ мен ойымша анау да. Мал шаруашылығы выбростары бар емес па, мал шаруашылығының выбростары 20%-ын құрап тұрған сияқты зияндықтың. Иә. Содан кейін барып көлік деп айтады ғой. Мысалы, Алматыдағы ауаның нашарлығы ол көліктің кесірінен деген сияқты. Негізі әлем бойынша Алматы емес, әлем бойынша алып қарайтын болса, зиянды нәрсе ол мал шаруашылығы 20%-ын сол ұстап тұр. Иә, жаңағыдай мен бір видео көргем, сол видеодан кейін мен шынымен қатты ойланып қалдым да. Сиырдың мысалы әрбір кекіріп осырғаны метан бөледі. Ал біз өте көп сиырларды, жаңағы қанша 80 миллиардтай жануарларды өсіреміз. Солардың әрбір кекіріп осырғандары ауаға метан бөледі. Метан ол атмосферада қалып, андай парниктік газдар болады да. Сол мысалы планетаға күн сәулелері түседі ғой. Сол күн сәулелері былай шағылысып қайтадан ғарышқа кетпей планетада қалып қалады. Өйткені метан сол күн сәулелерін планетада ұстап тұрады.
соның кесірінен планетамыз қатты қызый бастайды, ысып бастайды. Содан климаттық өзгеріс бастайды. Сол хотя андай бір тупойский причинада сиырдың кекіріп осырғаны. Сол қандай колоссальный ущерб әкеліп жатыр. Негізі ол жерде дейтін жаңағы оның сиырдың просто кекіріп осырғаны емес шығар. Просто ол адамдар үшін оларды қалай көбейту. Сондай санда көбейту. Сондай просто количествода көбейту. Олар егер дейтін просто өздерімен өздері жүрген болса 80 миллиард болып кетпейтін еді ғой, мысалы ше. Оны просто біз жаңағы веган еместердің жаңағы прихоттарын жабу үшін ол даже потребность емес қой қатты ше. Бірақ біз бүкіл жаңағы даже үйінің астында тұрған магазинге дейін пакетте жаңағы целлофанда біреудің өлім несі трупы жату керек та. Дата ол сондайға жеткізіп тастағанбыз да. Любой жерде тауып алатын қылып. Негізі ондай потребность жоқ сияқты. Мен келсем, оған қосатын себептер это deforestation, ормандардың жоқ болуы, себебі көп адамдардың айтатындары еще мен бір постты көрдім да, жаңағы қыз айтып жатыр тредсте, что жаңағыдай жердің бәрінің 80%-ын біздер вообще-то жануарлар үшін кетіріп жатыр, адамдардың өсімдіктері үшін емес деп. Себебі соның 20% ғана жеткілікті әлемнің бәрін еще жаңағы Марси айтқандай тамақ жоқтықтың проблемасын шешу үшін 20% ғана жеткілікті. Және адамдар айтады да, жоқ, ол деген өсімдіктердің өсуі үшін үйлеспейтін жер, жаңағыдай бармайтын жер, бесполезный жер, сол жерде сиырларды біздер жүргіземіз дейді да. Жоқ, ол өтірік. Просто мен айтайын, ол шын емес. Статистика бойынша тропикалық жаңағыдай ормандардың жоқ болуының 72% Бразилияда айтып өтейік, әлемдегі ең маңызды жаңағы климат үшін ең маңызды ормандар Бразилияда Амазонка өзенінің айналасында орналасқан ормандар. Солардың Бразилияның 72% орманның жоғалуы ол жаңағы мал шаруашылығының кесірінен, соның ішінде сиыр шаруашылығының кесірі. Ол бірінші факт. Бразилиядағы орманның маңыздылығы соншалығы, ол тек қана метаннан емес, тек қана углекислый газдан емес, ол климатты біздің салқын қылып сақтап тұрған орман. Ол өте маңызды біздің климат үшін. Әлем оның соншалықты жаңағы маңыздылығының сонша әлемнің бәрінің климатын салқындатып тұрған Бразилияның ормандары. Соншалықты маңызды орманды біздер деген ет үшін жоқ қылып жатырмыз. Ол біріншіден. Екіншіден, қосқым келетіні, жаңа біздер айттық, что ол метан, вообще-то 260 есе углекислый газ бар. Ең үлкен жаңағыдай ең үлкен шығарылатын газ, ең бірінші, ең көп шығарылатын газ ол углекислый газ. Бірақ метан ол ең жаңағыдай зияны ең көп газ. Метанның әсері углекислый газға қарағанда, CO2-ға қарағанда 263 есе көп. Соған қарағанда біздер именно мал шаруашылығы именно метанды шығарады. Ең зиян газды шығаратын өндіріс та. Сол себептен де біздердің айтатынымыз, что ол климатқа ең көп әсер етеді. Және оған қоса жаңағыдай әлемдегі голодтың проблемасы, және де вообще сен протеинді қайдан аласың деген әңгімеге қайта келгенде мен просто бір қызық статистиканы көріп қалдым. 80 фармландтың жаңағыдай жердің 80%-ын алып тұрса да, протеиннің жануарлар тек қана 37%-ын береді екен. Қазіргі кезде бір адамға 10 жануар біздер өсіреміз, бірақ сол 10 жануардан бір адам тек қана протеиннің, жануар беретін протеиннің 37%-ын қана алады екен. Қалғанның бәрін өсімдіктерден аламыз біздер. Қазіргі кездің өзінде. Және тек қана 18% калориясын аламыз екен. Қаншалықты вообще пайдасыз біздің структура. Неэффективно вообще. Просто
этика жағынан емес, мысалы мен вегандыққа келуіме жаңағы бір қатыгездік туралы ғана айтамын да. Просто жануарлар өлтіріліп жатыр, маған сол ұнамайды. Даже мына заттар болмаса да мен сол себеппен ғана қалай веган бола беретін едім да. Бірақ адамдарға осындай бір статистиканы, фактілерді, зияндығын көрсету керексің, экологияға зияндығын көрсет. Даже соны көрсетіп отқанның өзінде просто білмеймін, қалай тыңдамауға болады. Вообще, қалай вегандыққа просто келмеуге болады, түсінбеймін да мен. Вообще, ең андай бір не сияқты да, қалай бір тиімді, бір қатыгездік емес, басқа бір жолды ашатын жол сияқты болып көрінеді да, бір вегандық ше. Не керек сендерге, мен түсінбеймін. Міне факттардың барлығын Фатиха айтып берді сіздерге. Соңғы исследование, зерттеулер. Мен мына жағына отырмын, просто өлтіру ұнамайды маған. Мен өлтірілген затты жегім келмейтін да. Маған вообще маңызды емес, типа денсаулыққа ол пайдалы ма, пайдасыз ба. И так мен денсаулыққа пайдасыз нәрселерді былай да веган болып та жасап жатырмын да. Дофига зат жасап жатырмын. Ұйықтамау мысалы ше. Дұрыс, ұйықтамай жұмыс жасау көп десең бе. Ол денсаулығыңа пайдасыз ғой. Кешкі 6-та кофе ішудің. Например, мен де шығып қазір ұйқым келіп отыр, кофе ішіп барып. Мысалы, сондай пайдасыз нәрсені жасаймыз да, бірақ именно вегандыққа келген кезде қадалып қалу біртүрлі сияқты да. Неге осындай бір вегандықтан отторжение бар деп ойлайсыңдар? Вообще. Өйткені ол сені андай сен дұрыс емес істейсің деген ойға әкеледі да, ал адамдар андай менікі дұрыс емес деген нәрсені қабылдағысы келмейді мүмкін. Ладно, енді ол басында болады да, сен бір рет естідің, уже дұрыс емес істеп жатырмын, уже көзің жұмдың, ладно, бір андай этаптар болады шығар, принятияға келуге болады ғой, мен уже дұрыс емес істеп жатырмын деген. Меніңше ол жоқ сияқты, мен бірдеңені дұрыс емес істеп жатырмын деген ой. Сол себептен сонымен жалғастырайыншы. Ол да мен ойласам, ол пропаганданың да жартысы, мифтің да жартысы бар сияқты. Біздер дұрыс емес деп ойлаймыз. Себебі біздер жануарды сезеді деп ойламайтын сияқтымыз. Ауырғанды сезбейді, я болмаса ойлана алмайды, ақылсыз, түсінбейді деген сияқты. Сол жайлы не ойлайсыңдар? Мен даже мысалы Threadsте бір жазбам шықты ғой, соның астында 300 қалай пікір қалдырды адамдар. Естественно, веган болайық деген пікірлер емес ол барлығы. Андай ой бар шынымен. Мен ол жерде мысалы ет жейтіндер сиырды, жылқыны, курицаны, тауықты, сосын тағы кімді, шошқаны өлтіріп жатқан кезде деп жаңағы мәз болып тамақ қабылдайды, итті өлтіріп жатқан кезде бәрі шошиды деген, менің посылым болды да, біртүрлі деген сияқты. Соң астында жазғаны, олар жаңағы 4 түлік мал дейді. 4 түлік мал, сиыр, жылқы, олар әдейі тамаққа арналып өсіріледі. Ал жаңағы ит, ол дейтін адамның қорғаушысы, ол дейтін досы деген сияқты уже бір адами оған бір қасиеттер беріліп қойған да. Амналардан максимально алып тасталған. Ол сен басыңда уже сиыр даже алдыңда тірілей тұрса да, сен оны тек менің тамағым деп қабылдау. Ол жерде уже ол ауыр сезе ма, сезбей ма, даже гуманное убийство, халал өлтіру деген бар ғой. Типа қалай андай бісмілласын айтып бауыздау деген сияқты, пышақтың ең андай острыйын алу, чтоб қалай андай ауыр тигізбес үшін деген сияқты. Бірақ ол заттар сиырға, бірақ ол заттар сол мұсылмандық өлтіру деген, ол сиырға да жануарға да кішкене береді. Олардың сезімдері бар екен, олардың қорқатындары. Хотя бы дейсің ғой, біледі тірі екенін. Значит, сол зат менің ойымша ол жаңағы когнитивный диссонанспен күресудің бір түрі сияқты.
бірақ ол жақта мұсылмандарда мұсылман өлтіруде хотя бы оның тірі жан екенін біліп тұрғанмен оларда андай сенімділік бар да. Мынаны маған Құдай жесін деп берді деген. Осыны тамақ қылсын деп беріп тұрды деген сенімділік бар. Екеуі бір-бірімен. Қалай ол жерде ештеңе как будто көмектеспейтін сияқты да андай сенімділіктер. Ол адамның үстемдігі туралы сенімділік қой просто. Басым қысып кетті ғой ойлағаннан деп па. Оларда андай орталық жүйке жүйесі бар болғаннан олар сезе алады. Өсімдіктерде ондай орталық жүйке жүйесі болмағаннан сезе алмайды. Сол нәрседен бастап түсіндіру керек та, яғни олар да қорқыныш сезе алады, олар да андай стресс сезе алады. Оларда да андай мысалы ит сияқты еркелеп ойнап алады, то есть олар да субъект, оларда андай бөлек объект ретінде қарастырмау керек та. Мен оған қосайыншы бір сұрақты. Мен қайтадан жаңағыдай сондай тролль сияқты болып сұраймын да. Бірақ жануарлар адамдар сияқты ақылды емес. Олар өздерінің өмірлерін тап сондай адам сияқты жаңағыдай түсіне алмайды дегенге қалай не айтасың? Демек біз андай мүмкіндігі шектеулі адамдарды да жеу беруге бола ма? Андай ақыл есі кішкене жетілмей қалған, солай айтуға дұрыс па білмеймін. Сол адамдарды жеуге бола ма? Яғни олар басқа адамдар сияқты емес. Кішкентай балдарды еще. Иә. Балаларды да жеуге бола ма онда? Олар да андай санасы әлі жетілмеген ғой. Еще ондай нәрсе адамзат тарихында уже болды ғой. Қара адамдарға қатысты. Прям құлдарды ұстаған жоқ па? Иә. Солардың жаңағы прям дейтін қалай андай бас сүйектеріне қарап бұлардың жаңағы бастары жасамайды екен, олардың санасы жоқ. Қазір заманның талабына сай біз ондай адам құқығы деген нәрсені түсінеміз да. Сол сияқты біз жануар құқығын да түсіну керекпіз. Иә. Солда нормаға айналдыру керек. Иә, ең нормаға айналу керек зат сол сияқты жануар өмірінің қалай маңыздылығы. Просто өмір сүріп жатқан үшін, өмірге келгендігі үшін осы өмірге құқылы екендігін айтып жеткізу сияқты, иә. Бұрында сол жаңағы құлдардың несі құқықтары үшін вообще адам бөлмеу керек, барлығының өмірі бірдей деген сияқты сондай айтып жүрген адамдарды тоже жынды көрген шығар, бірақ уақыт өте келе келген жерімізге келдік қой. Адам құқығы деген нәрсе мысалы қазір ешкімге андай біртүрлі болып көрінбейді да, біздің мемлекеттің басшыларынан басқа десем. И норма болып кетуі просто мынандай нәрсе деп ойлаймын. Просто сосын жаңағы қалай поп индустрия, реклама, жаңағы пропаганда жасайтын нәрселерде атсалысу керек та. Мысалы қалай Швейцария ма, Норвегия ма, сол жақта вегандық туралы рекламалар түсіреді ғой. Жаңағы хотя даже магазинге келіп свежий ет бар ма, балғын дей ма, не дейді, кеш свежий ет бар ма деп сұраған кезде мынаның бәрі свежий деп жаңағы өлі денелерді көрсетеді да. Try vegan. I want meat. Just meat. Sounds good. Pulled pork. I'm so hungry. I could eat a horse. Just meat delivered fresh to your door with a free gift for our new customers. Try going vegan today. Сондай бір рекламалар түсіріп, жалпы жұмыс жүргізіліп жатқан сияқты да. Просто ол, білмеймін енді, бізде қатты таралмаған сияқты. Бізде қатты таралмағандықтан мифтер көп, фактілердің орындарын ауыстыру көп, денсаулыққа қатысты бір жаңағындай қалай екі ойлы болу сондай көп та. Көрсете бермегендіктен. Бізде целый пропаганда жүріп жатыр ғой. Бүкіл киноларда жаңағы бір қазақтықты ет жеу сияқты қылып көрсету пропагандасы мысалы. Сондай нәрселер
көп та, или жаңа байлықты бір андай не қылып көрсету, иә стейк жеумен байланыстыру деген сияқты. Көп жылдардан бері негізі Tyson Foods деген сияқты корпорация бар, ет шығаратын, мал шаруашылығы деген үлкен тоже индустриялар, соның ішінде үлкен гиганттар бар. Біздер естиміз, что, например, мұнай шығаратын корпорациялар көптеген жылдар бойы климаттың өзгеруі туралы информацияны жоққа шығаруға тырысқан. Жаңағыдай исследование, зерттеулердің бәрін жоққа шығаруға тырысқан. Сол сияқты 50-ші жылдарда Philip Morris деген сияқты компаниялар темекінің зияны туралы зерттеулерді, оны да жоққа шығаруға тырысқан. Қазіргі күнде ет шығаратын компаниялар, жаңағыдай Tyson Foods дегендер бар, ресейлік Miraторг деген бар мысалы. Сол компаниялар, енді Miraторгтың білмеймін, бірақ Tyson Foods точно соған қатысқан білем. Оларда еттің зияны туралы көптеген зерттеулердің шығаруларын жоққа шығаруға тырысады. Ол да бір ақшаны шығарады сол жаққа. Олар деген National Health Fund деген бар, национальный үлкен жаңағыдай орталықтарға ақша береді, ақша бөледі. Соның ішінде ол деген жаңағыдай пропаганданы жүргізу. Етті жақсы деп, етті денсаулыққа пайдалы деп, және де зиянын жоққа шығаруға тырысу. Және оған қосқым келетіні, шынымен де біздер кезінде, біздер емес, бірақ ақ адамдар, мысалы қара нәсілді адамдарды тек қана етін жемеген, жаңағы балаларын жеген деген ақпарат бар екен. Бірақ олардың кожасын бірдеңе үшін пайдаланған. Андай мебелге, мебель жасаған, шам жасаған. Қалай біздер қазір жануарларды пайдаланамыз қоғам ретінде, олардың кожасын мынау үшін пайдаға асыру, етін мынау үшін пайдаға асыру деген сияқты. Тап сондай параллельдер өтетін сияқты мен үшін. Және осыны жалғастырғанда мен айтқым келетіні, вегандық тек қана тамақтану туралы емес. Көп адам ойлайды вегандық тамақтану туралы деп, бірақ біздер, например, тесттерге қарсымыз. Сендер вообще қалай ойлайсыңдар? Тесттер керек деп айтатындар көп, себебі жаңағыдай олар өздерінің денсаулығы үшін қорқады. Қандай пікірлерің бар? Дәрілерге тест ба? Бәріне. Мен почему-то косметиканы ойлап отырмын тек қана. Мен мынандай нәрсе естігем, қазір заманауи лабораторияларда сол тесттерді бактерияларға жасаған, қалай айтсам болады, эффективнее. Соның несі эффектілігі жоғары екен, оны жануарға жасағаннан гөрі. Өйткені жануармен біз 100% ұқсас емеспіз ғой. Сол сияқты. Сондай нәрсе естідім. Дәріге келген кезде еще жануармен ұқсас болып қаламыз да. Жаңағы басқа жағына келген кезде оны ет сияқты қылып қабылдай салу оп-оңай деймін да. Иә. Осыған бір факт қосып жіберейін. Менің көрген ресурстарым бойынша 90%, почти 100-ге жақын. 90-100-дің қасында деші. 90-100-дің қасында білмеген болсаңдар. Медициналық препараттардың, жануарларға тексерілген препараттардың 90%. Адамдарға келген кезде фейл болған. Адамдарға, сосын бірінші жануарларға жасайды, содан кейін адамдарға жасайды. 90% жануарлардан успешно өткендердің адамдарға келгенде жоққа шығарылған деген. Бірақ және 23 миллион жануарларды жыл сайын тесттеуге, иә. Енді веган ретінде мен категорически қарсымын ондайға. Оны даже сұрамай-ақ қоюға да болады шығар. Бірақ дейтін, енді адам болып не істейміз деген, міне тауып жатыр ғой. Нелерді бактерияға жасауға болады деген сияқты. Керек болса, искусственный интеллект. Иә, бүкіл жаңа проблеманы сөйтіп шешуге болады ғой. Осы ғылым деп 500 жылдан бері жүрміз ғой. Шығарсын сондай нәрселерді, тісті өсірсін десең бе? Сендер нені қарадыңдар ма? The Last of Us дегенді? Жоқ. Мен даже земляны көрмеген. Можно мен спойлерді айтам, или айтпай қойын ба?
айта бер. бәрібір екен, кім ол вообще? Короче, мен просто Бір сол лесбиянкалар. параллель туралы көп ойлап жүрдім. Бір жігіт Мгм. бір кішкентай қызды тауып алады. Аха. Көп затты бірге өтеді, ана қыз сол жігітке қызы сияқты жақын болып қалады. Бірақ бұл қыздың өмірі не үшін сондай маңызды? Оның қанында вакцина бар, жаңағыдай әлемнің бәрін қаптап кеткен вирусқа. Бірақ сол қызды өлтіру керек. Бірақ әлемнің бәрін құтқарасын. Бірақ ол жігіт айтады, мына қызды өлтірмейсіңдер, маған похуй дейді. Мгм. Соны адамдар controversy деп айтады да. Көп адам үшін ол Мгм. спорная тема. Иә. Типа, қалай өлтірер едің бе, өлтірмес едің бе? Мен оны қарадым да, мен ойладым, мен үшін ешқандай қиындық мына сұрақтың ішінде жоқ. Себебі менің итім бар. Мгм. Маған похуй, ертең әлемнің бәрі ұрып қалады, сенің итіңді өлтіреміз десе де, Мгм. мен өзім итімді бермеймін. Мгм. I'm sorry, бірақ мынау менің жақын итім. Мгм. Мен үшін менімен бірге Мгм. балам болсын, итім болсын, ешқандай ана, Мгм. әлемде бір ана болса да, Мгм. өзінің баласын әлемнің бәрін құтқару үшін бермейді. Мгм. Және мен өзімнің итімді әлемнің бәрін құтқару үшін болса да бермеймін. Мгм. Ешкім өзінің баласын бермейді. Мгм. Бірақ жануарға келгенде біздердің айтатын сөздеріміз әлемді рактан құтқару үшін осы жануар зардап шегу керек деген ой. Или Мен ақтау. үшін, иә, мен шынымен де clinical trial тест деген не екенін қалай өткізетінін мен дұрыс білмеймін. Өмірімде кезімде бактерияға мен тексергенмін бір антирадикальный активность дегенді. Бірақ мен үшін бұл аргумент моральдық туралы және антропоцентризм туралы. Мгм. Мен рактан өлмей өмір сүру үшін Мгм. басқа жануар, ит, бигіл өлу керек Еще деген біреу емес қой ол. біреу емес, иә? Бірақ Бірнеше миллион. let's say, Біреу даже. иә, біреу. Неге оның өмірі менің өмірімнен маңызы төмен? Мгм. Неге оны тесттен зардап шегу керек мен өмір сүруім үшін? Мгм. Еще ол деген өзі иә жоқ деп айта алмайды. Хотя бы clinical trialға адамдар баратын адамдар, олар өздері иә жоқ деп айта алатын адамдар. Неге мына жануар менің өмірім үшін зардап шегу керек? Сол жерде бұл дилемма мен үшін шешіледі. Марси, сен не ойлайсың? Менің ойымша андай из крайности в крайность деген варианттар ұнамайды маған. Мгм. Я мынау деген Мгм. нәрселер. Кез келген нәрсе бір проблемада Мгм. бір ортақ шешім табуға болатын сияқты. Яғни жаңағы кинода болса, онда ол қыздың білмеймін қанын алып, сол қаны арқылы вакцина жасаса, сондай бір ғылыми жағынан бір шешімге Табуға келуге болады. болатын сияқты. Иә, Өлтірмей. өлтірмей. Андай, мынаны да таңдамай, әйтеуір Мгм. екеуінің де интерестерін сақтай отырып, бір Я неге сол жағына ойланбайды деймін да, ғылымға сүйенген кезде бәрі керемет та, осындай жағдайда ешкім ғылымға сүйенгісі келмейді да. Мгм. Тек қана бір шешім бар, тек жануарларды азаптауымыз керек деген сияқты бір қалып тұрған сияқты да. Жоқ, дамып жатсыңдар ғой, біз осы ойбай адамзат болып дамып кеттік, біз енді дейтін аспанда бүйтіп ұшып жүрміз, космосқа барып жатырық. Енді осыған келген кезде бірдеңе істеңдерші, болатын шығар. Космосқа білмеймін, Марсты жаулап алуға барайын деп жатқан жоқ па Илон Масктар мысалы. Ақша бөлуге болмай ма осындай жануардың страданиясыз, адамның страданиясыз бір дәрі ойлап табу, например. Білмеймін, қалай вообще цель қойылатынын түсінбеймін да даже. Жабылған сияқты тема. Келесі сұрақ сендерге. Қазақтар ет жеп келді, ол біздің дәстүрлеріміз деген зат туралы не ойлайсыңдар? Сол бағанада ойланып жатқап, кез келген дәстүр уақыт өте келе өз қажеттілігін жоғалтады. Мысалы, біз 100 жыл бұрын ұстанған дәстүрлерді қазір ұстанбаймыз ғой. Сол сияқты етті де біз бұрын жеп келсек, қазіргі заманның талабына сай біз ол еттен бас тартуымызға болады. Я дәстүр деген Бірінші, ойлауың керек та, мысалы, қазақ болу деген не нәрсе? Ол сенің жай этносың ба, әлде ол сенің салт дәстүрлерің ба?
қазір мысалы мен өзім онда қазақ емеспін, өйткені мен ешқандай дәстүрді мүлдем ұстанбаймын. Мгм. Мен онда қазақ болмай қалам ба? Сондай бір сұрақ пайда болады да. Сен өзіңнің қазақшылығыңды қалай сақтап тұрасың? Веган болуыңмен, бірақ Біріншіден менің сол қаным қазақ, сол мені қазақ қылатын менің этносым. Удостоверение. Иә, менің көк паспортым. Мгм. Екіншіден, ол менің тілім. Мгм. Мен қазақша сөйлеймін. Үшіншіден, ол Қазақстанның азаматы ретінде, қазақстандық ретінде Мгм. мен осы елдің бабылында өмір сүріп, осы елде шешім қабылдаймын. Сол шешімдер барлығымызға әсер етеді. Мгм. Соған қатысасың. Соға қатысам, иә. Сол арқылы қазақпын. Иә, Қазақсың. иә. Мгм. Мені ет жеу, жемеу мені қазақтығымнан айырмайды. Мгм. Бүкіл теманы сразу жауып тастайды екен, иә? Айтып. жоқ, мен толықтай келісемін. Мгм. Және менің тек қосатыным, шынымен де бізді қазақ қылатын ет деген өте поверхностный ой сияқты. Иә. Бізді қазақ қылатын тек қана тілде емес, тек Мгм. қана жаңағыдай Қазақстанда тұруда емес, бірақ соған қосымша қазақ мәдениетіне қатысу, Мгм. қазақ қоғамның ішінде болу, қазақ музыкасын тыңдау, қазақ авторларды оқу, Мгм. қазақтың тарихы туралы Білу. үйрену. Мгм. Біздер бәріміз соның бәрін love is attention деген бар. Мгм. Біз көңілімізді бөлу қазақшылыққа. Мен даже білмеймін до конца бізге қазақ болу керек па, керек емес па, қаншалықты маңызды деген дискуссия бар бөлек. Мгм. Бірақ соның ішінде сен қазақ болғың келсе, қазақ деген кім екенін ары қарай Мгм. зерттеуге өзің көңіліңді бөлу деген сияқты. Иә. Еркін қазақ, веган, фем, квир, жастық. Жаңылтпаш айтып бердің бе, не дедің? Дұрыстап айтшы. Еркін қазақ, веган, фем, квир, жастық. Ал сенің в принципе былай үлкен мифтардан, темалардан кішкене Қазақстанға қайтып келсек, туыстарың бар, айналаң бар, достарың бар, солар қалай қарайды сенің веган болған? Қиындықтар қандай? Туыстарым қабылдайды, яғни мысалы бір отбасылық бір кездескен кезде, кездесулерде маған бөлек тамақ дайындап береді. Яғни олар білет, қабылдайды, мен андай ой сен жындысың деген әңгімені айтпайды. Мгм. Потому что бұрын жындылықтың патологын қойып тастағанымды шеше. Олар, мен үлкен ересек адаммын, менің шешімімді қабылдайды. Мгм. Мен кейде әпкеммен ұрысып қаламын Мгм. осы вегандық туралы, өйткені ол андай мысықтарды жақсы көреді да, көшедегі мысықтарға прививка салдырып, тамағын беріп, сөйтіп қамқор болады. Мгм. Мен оған айтамын, алдында Билли Айлиштің скандалы болды ғой. Мгм. Сен бір жағынан ет жей беріп, бір жағынан жануарларды жақсы көре алмайсың деген бір нәрсе айтты ғой. Мгм. Соны әпкеме айтсам, ұрысып қалдық кішкене. Бірақ ақырында андай бір-бірімізді түсіндік, жарайды деп. Мгм. Жақсы көре алады ма екен? Білмеймін. Соны ары қарай жалғастырайықшы осы теманы. Билли Айлишқа көп адам айтқан, ол ақ веган деп айтты. Бірақ Билли Айлиштің пікірі толығымен дұрыс сияқты болып көрінді. Бірақ бізде вот қазақтар бар да, қазақтар веган бола алмайды деген. Қазақтар, мен ойламаймын, прям indigenous прям андай нелер деп. Бірақ ақ вегандықтың проблемасы бөлек бар. Сосын жаңағыдай indigenous халықтар, кейбір этностар веган бола алмайды деген проблема бөлек бар. Сол туралы сендердің пікірлерің қандай? Біріншіден, соны айтатын адам ол өзі indigenous емес болды. Ол азық түлікті супермаркеттен алады. Ол indigenous емес, мысалы бір айдалада, бір ауылда, ешқандай жақын жерде цивилизация жоқ жерде, дүкен жоқ, олар тек аңшылықпен айналысатын бір ауылда тұрмайды. Оларға ешкім веган бол деп айтып отқан жоқ. Веган бол деп қалада тұратын, етті дүкеннен алып жейтін, кафелерде тамақтанатын адамға айтып тұр. Сол менің ойым.
ақ вегандықтың не проблемасы бар? Ақ вегандық ол негізі вегандық ол ғасырлар бойы индиженес халықтарда да болған. Яғни мысалы индиялықтарда, Шығыс Азияда, мысалы басқа да Америкада да болған. Және вегандықта андай бізге европейцтер келіп, бізге соны ашып көрсетті деп Айта алмаймыз. Ақ вегандықтың проблемасы ол вегандықта андай бір трендті бір нәрсе ретінде көрсетеді да. Лайфстайл, бренд, бір сондай сияқты. Андай бір сен вегансың, зожсың, пилатеске барасың, андай матча ішесің, сондай нәрсе қылып көрсетеді да. Және Авокадо жейсің. авокадо жейсің, авокадо тост. Сондай бір, және оны қымбатқа сатады. Сол картинканы қымбатқа сатады. Ал негізінде веганның рационы ол керісінше андай бюджетно тамақтанатын адамның рационы. Вот соның проблематикасы сондай. И бізде сондай бір скандал болды ғой Қазақстанда, Алматыда. Бір Ресейден келген кафе Алматыда ашылып, вот біз Қазақстандағы ең бірінші веган кафеміз. Сосын олар басында қазақша мәзірлер болған. Сосын жаңа мәзір шығарды да, сол жаңа мәзірдің қазақша нұсқасы жоқ. Соған жазсақ, жауап бермейді. Неге қазақша мәзір жоқ дегенге. Сөйтіп үлкен скандал болған тіл жағынан, олардың андай бір империалистік көзқарасы жағынан. Сөйтіп сондай бір күлкілі скандал болған. Кейін олар жабылып қалды, бірақ тілінің кесірінен емес. Жоқ, олар андай спрос аса көп болмағаннан мүмкін жабылып қалған сияқты. Маған Планстың кейсі қызық болып көрінеді. Сол как раз вот ақ вегандықтың прямо вот апогей это вот Планс сияқты жерлер сияқты. Мен ойымша мысалы привычки деген бар. Мен ойымша Қазақстанға көп ақ адамдар келеді Ресейден. Сосын олар өздеріне ұнайтын өздерінің спейстарын ашады. Және сол спейстар қазақтарға жыт кішкене болып келеді. Қазақ барса ішіне кішкене ыңғайсыз сезінеді. Бәрі орысша, бармендердің бәрі андай крутой, күшті орысша, бәрі андай сондай болып тұрады. Іші веган, іші pet friendly, иттермен келуіңе болады. Бірақ кішкене бір түрлі өзіңді ыңғайсыз сезінесің. Өзіңнің тарелкаң сезінбейсің бәрібір. Біріншіден жаңағы қазақша мәзірдің болмауы, бұрын бірінші басында болып сосын алынып тасталуы деген проблема, ол уже заңмен проблема ғой. Сен Қазақстанда тұрсың ба, значит қазақша мәзір беру керексің и қазақ тілінде қызмет көрсете алу керексің. Егер сен ашылып тұрсаң, қанша жерден ақ болсаң да, тілің қазақ болмаса да, қай елге келген жеріңе қарасаң, бүкіл жерде заң қарайсың ғой. Мексикаға барып орысша сөйлеп тұрмайтын шығарсың. Например. Ол бірінші проблема. Просто империалистік бір андай ой ше. Екінші жағынан жаңағы просто бір мәдени жағынан бір келіспеуіміз. Енді білмеймін, тіліңді құрметтемей тұрған жерде сен қалай өзіңді жақсы сезінесің? Например, да? Сондай базадан басталады ғой. Конечно, өзіңнің бір түрлі сезінесің ондай бір жаңағындай пространстволарға барған кезде. Даже айтып тұрған нәрсесі мүмкін жақсы болса да, бір дұрыс заттар айтылып тұр, ол да енді веган жер ғой. Просто хотя бы ценностары біз мысалы осы үшеуміздің отырған үшеуміздің ценностарымызбен келісіп тұр да. Соның өзінде біз өзімізді бір түрлі сезініп тұрсақ, ол ақ культураның проблемасы. Біздер оларға жетуіміз керек сияқты. Олар бізден жоғары, олар бізден ақылды. Біздер солай веган болуға арқылы, олардың тілдерін сөйлеуіміздің арқасында кішкене ақылдырақ болып, ақша тапқанның арқасында біздер солардың деңгейлеріне кішкене жақындап келе жатқан сияқтымыз да. И мәдениет ретінде біздер веган болған сайын соларға жақындап келе жатырған сияқты боламыз. Сосын вообще маған тілдің мәселесі өте қатты тиеді. Көп қырылдық қой біз.
бізді заблокировать етіп тастады десең бе? Плантспен ба? Иә, плантс емес, жалпы сол вегандардың арасында Аха. ұласып кетті сондай ұрысқа ше. Мен Қазақстанда жүріп, өзімді қазақша сөйлегеніме ұялатыныма жыным келеді кейбір жерлерде. Қысылам. Мысалы, мен Оралда өстім да, туылған жоқпын. Мен түсінбейді дейсің Оралда дүкенге кіріп келсең, бір орыс кісілер тұрады, сосын мен сәлеметсіз бе деп айтуға ұяламын. Жұмыста жүрген кезде орысша сөйлеу керек сияқты боламын, қазақша сөйлеуге ұяламын. Қысылам, бір түрлі қазақша сөйлеген сайын мен радикалды болып, соларға тию үшін сөйлеп отырған сияқты болып сезінем. Қазақша сөйлешниктердің андай несіне кіріп кетесің бе? Өзімді слишком ыңғайсыз адам сияқты болып сезінем Қазақстанда тұрсам да. Ол да пропаганда. Ол да пропаганда. Себебі президенттіңнің өзі қазақша сөйлешник деп саған ярлық қойып тұрған кезде, конечно, сен өзіңді ыңғайсыз сезінесің. Оған артық күш, ресурс салу керексің да, сен дейтін өзіңді ыңғайсыздығыңды жеңу үшін. Хотя базы нормальный нәрсе да, сен қазақша сөйлеген кеп тұрмын, қазақша сөйлеуің нормальный нәрсе, бірақ сен сол ішіңдегі жаңағы бір ыңғайсыздықты, осы пропаганданың кесірінен біртүрлі сезінуіңді жеңіп шығу үшін артық бір жұмыс жасау керексің да. Сен өзіңнің бір жаңағы ұялшақтығыңмен жұмыс жасау керексің, бір көп ойлану керексің, ол дұрыс нәрсе екенін, қазір ештеңе біртүрлі ештеңе жасап жатқан жоқ екеніңді өзіңді көндіру үшін де бір ресурстар керек та. Енді сондай жағдайымыз. Бітіру керек бізге. Не айтасыңдар? Айта алмай жүрген затыңды айтып қал веган ретінде. Веган болыңдар. Болды десең. Жоқ, мысалы айтады ғой, ойбай мен еттің дәмін жақсы көрем. Онда веган ет же. Ойбай мен витаминсіз қалам. Бүкіл витаминдер вегандық тамақтануда, рационда бар. Бірақ мен жануарлар жақсы көрмеймін. Типа, жақсы көрмесең де, жақсы көрсең де бәрібір веган бола аласың. Мен де мысалы бүкіл сиырларды жақсы көрем деп айта алмаймын ғой. Маған просто мен өзім логически түсінем да. Бұндай қатыгездікке біз жол бермеуіміз керек. Сосын мынандай бір ой бар, қазір біз андай метамодернде өмір сүріп жатырмыз ғой. Да? Да? Метамодернде. Сол метамодерннің басты бір парадигмасының бірі ол қатыгез болмау. Яғни сен әртүрлі нәрсеге сенуіңе болады да. Сен Құдайға сенесің бе, сен мемлекетке сенесің бе, сен ғылымға сенесің бе, әртүрлі өмір сүре алсаң да, бәрібір сенің ең басты құндылығың ол қатыгез болмау. Ол бұл әлемге қатыгездік әкелмеу. Сен мысалы басқа елдерді жаулап алмау деген сияқты, басқа әйелдерге зорлық көрсетпеу, балаларға зорлық көрсетпеу, соның ішінде де жануарларға да зорлық көрсетпеу деген. Күшті кішкене зумерский тейк сияқты. Жоқ, күшті тейк. Метамодерн бірінші естіп отырмын, өте жақсы көрсететін сияқты қайда болу керек екеніңді. Жақсы ориентир былай. Шешім қабылдаған кезде. Бүгін бізде қонақта болған зумер. Сол біздің ең үлкен жаңағы айтқымыз келіп отырған ой, веган болыңдар. Надеюсь, біздің осы эпизод, жалпы осыған дейінгі эпизодтарда бір екі ойлы болып жүрсеңіздер, андай веган болайын ба, болмайын ба, бір қиын сияқты болып көрініп тұрса, осындай қиындықтарды жеңуге, бір мифтерді кішкене ашуға көмектеседі деп ойлаймыз. Ниеттенеміз енді сөйтіп. Сондай ниетпен жазып жатырмық қой. Болды. Рахмет. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Келсем. Бәріңізге де үлкен рахмет. Көп рахмет. Ой! Мен уже неше эпизод бой, үлкен рахмет. Мен уже миыма сіңіп кеткен. Бәріңізге көп рахмет. Тең тіршілік подкастына қосылыңдар, жазылыңыздар, біздің видеоларымызды қарап, лүпілдетіп тұрыңыздар.
ақшалай да көмектескілеріңіз келсе көмектесіңіздер. Біздер подкаст сайын бір иттердің пристройствосы туралы айтамыз, және қазір менің районымда тұратын бір ит бар, передержкада тұрады, керемет әп-әдемі қап-қара бір подросток ұрғашы, сол үй іздеп жатыр. Өте керемет, прям тәп-тәтті, алғыларыңыз келсе хабарласыңыздар, біздер көмектесеміз оны алуға. Рахмет, қарап тұрыңыздар. Фотосын бәрін салып қоямыз ғой. Фотосын бәрін салып қоямыз. Және біз Лайтхаб студиясында жазып жатырмыз әлі. Лайтхабқа рахмет. Рахмет. Все, бітіреміз. Уй!